Балаңыз брекет тақпасын десеңіз, видеоны соңына дейін көріңіз. Дос бауырларыңмен бөлісуді ұмытпа. Балада тіс пен жақ дамуы 1 жасында басталады. Бұл бүкіл өміріне әсер ететін фундамент. Егер осы кезеңде функция дұрыс болса, көп жағдайда брекет мүлде қажет болмайды. Неге табиғи емізу маңызды? Бірінші, жақ сүйектері дұрыс бағытта өседі. Екінші, тіл табиғи қозғалады. Үшінші, ерін мен бет бұлшықеттері дұрыс жұмыс істейді. Төртінші, ең маңызды, тістерге жеткілікті орын пайда болады. Егер табиғи емізу мүмкін болмаса да, қорқыныш жоқ, маңыздысы дұрыс поза, дұрыс техника. Дұрыс поза қандай? Бірінші, бала басы сәл жоғары. Екінші, еріндері дұрыс жабылған болу. Үшінші, тіл дұрыс позицияда емуі. Егер балада дұрыс поза болмаса, ауызбен тыныс алу, жақтың тарлығы, тістің қисайып шығуы, тілдің төменгі позицияда түсуі сияқты мәселелері пайда болуы мүмкін. Яғни ата-ананың алғашқы 1 жылдағы күтімі кейін баланың брекетке мұқтаждығын 60-70%-ға азайтады. Балаңыздың тағы да брекет тақпаудың алдын алғыңыз келсе, комментарийға жазыңыз. Екінші частын салатын боламын.